Қарашаның 8-і Түркия Республикасының президенті Режеп Тайып Ердоған экономикалық ынтымақтастық ұйымының 16-шы саммитіне қатысу үшін Өзбекстанның астанасы Ташкентке келді. Режеп Тайып Ердоғанды Ислам Каримов атындағы Ташкент халықаралық әуежайында Өзбекстан премьер-министрі Абдулла Арипов, Ташкент әкімі Шавкат Умурзаков, сыртқы істер министрінің орынбасары Бобур Усманов, Түркияның Ташкенттегі елшісі Олған Бекар мен оның жұбайы Нұргүл Бекар және Өзбекстанның Анкарадағы елшісі Алишер Азамходжаев қарсы алды. Режеп Тайып Ердоғанмен бірге жұбайы Әмине Ердоған, Түркия сыртқы істер министрі Хакан Фидан, Түркияның сауда министрі Өмер Болат, президенттік коммуникациялар директоры Фахриддин Алтун, президенттің бас кеңесшісі елші Акиф Чағатай Кылыч және Түрік мемлекеттер ұйымының ақсақалдар кеңесінің төрағасы Бинали Йылдырым да Ташкентқа бірге келді. Саммит аясында Палестина мәселесінен бөлек аймақтық мәселелер де талқыланады. Инфрақұрылымды дамыту және заманауи жібек жолын жандандыру бойынша ынтымақтастық бағаланады. Түркияның бастамасы болған Каспийдегі шығыс-батыс орталық дәлізі мен Баку-Тбилиси-Карс теміржол желісіндегі соңғы оқиғаларда талқыланады. Сондай-ақ саммит аясында Израильдің шабуылдарын тоқтату және Палестинаға гуманитарлық көмекті тезірек жеткізу мәселелері де талқыланады. Қарашаның 9-ы күні саммитке қатысу үшін Өзбекстанның бас қаласы Ташкентке барған президент Ердоғанды Ташкент халықаралық бизнес және конгресс орталығында Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев күтіп алады. Режеп Тайып Ердоған саммитта сөз сөйлеп ғана қоймай, басқа да қатысушы көшбасшылармен екі жақты кездесулер өткізеді деп күтілуде. Осы сәттен кейін халықаралық бизнес және конгресс орталығына жиналған барлық қонақтар саммит ұйымдастырған көшбасшылардың отбасылық суретіне түсті. Мұнда түсірілген отбасылық суретте Режеп Тайып Ердоған мен Мирзиёевтен басқа Иран президенті Ибрагим Раиси, Пәкістанның уақытша үкімет премьер-министрі Анварул Хақ Қахар, Әзірбайжан президенті Ильхам Алиев, Қазақстан премьер-министрі Алихан Смайылов, Қырғызстан президенті Садыр Жаппаров, Тәжікстанның президенті Эмомали Рахман және Түркменстанның президенті Сердар Бердімұхамедов те бар. Фотосессия кезінде Режеп Тайып Ердоғанның оң жағында Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев, ал сол жағында Әзірбайжан президенті Ильхам Алиев болды. Басқа жақтан келген баспасөз өкілдері де симпозиум сарайында құрылған медиа орталықта саммитті бақылап отырды. Ташкентте өткен Режеп Тайып Ердоған мен Шавкат Мирзиёевтің екі жақты кездесуі баспасөз үшін жабық түрде өтті. Түркияның президенттік коммуникациялар басқармасы бұл кездесу бойынша мынадай мәлімдеме жасады. Екі жақты кездесу кезінде Өзбекстан мен Түркия ынтымақтастығы дамыту бойынша жасалған қадамдар, өзекті аймақтық және жаһандық мәселелер, Израильдің Газаға жасаған шабуылдарының қазіргі жағдайы, бейбіт тұрғындарға гуманитарлық көмек жеткізу талпыныстары талқыланды деді. Өзбекстанның қасиетті құнарлы топырағына қош келдіңіздер деп сөзін бастаған Шавкат Мирзиёев келген қатысушыларға ұйым туралы бейне ролик көрсетті. Ең алғаш экономикалық ынтымақтастық ұйымы 1985 жылы 3 құрылтайшы мемлекетпен Иран, Пәкістан және Түркиямен негізі қаланған. 1992 жылдан бастап ұйымның қызметі жаңа 7 мемлекетпен толығады. Олардың қатарында Қазақстан, Әзірбайжан, Тәжікстан, Түркменстан, Ауғанстан, Қырғызстан және Өзбекстан болады. Бірақ осымен екінші рет Ауғанстан өзінің ішкі саяси жағдайына байланысты саммитке қатыспай отыр. Ұйымның басты мақсаты мемлекеттердің экономикалық тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін экономиканың барлық салаларында өзара ынтымақтастықты тұрақты дамыту. Сонымен аталған ұйымның 16-шы саммитінде ең алғашқы сөз Түркия Республикасының президенті Режеп Тайып Ердоғанға беріледі. Құрметті делегация мүшелері, сіздерге шын жүректен шыққан сезімдерім мен құрметпен және сүйіспеншілікпен сәлем жолдаймын. 16-шы саммитімізге орай сіздермен кездескеніме қуаныштымын. Төрағалық міндетін сәтті аяқтаған Түркменстан Республикасының президенті бауырым Сердар Бердімұхамедовке рахмет айтамын. Төрағалықты қабылдап алған құрметті бауырым Өзбекстан президенті Мирзиёев мырзаға
Оның ерекше қонақжайлығы үшін алғысымды білдіремін және осы бастан оған табыс, сәттілік тілеймін. Саммитпен өтіп жатқан кеңестеріміздің елдеріміз бен аймағымыздың тұрақтылығы мен гүлденуі үшін пайдалы болады деп үміттенемін. Құрметті достар, жаһандық деңгейде күрделі сынақтармен бетпе-бет келген кезеңді бастан өткеріп жатырмыз. Коронавирустық індеттің жаһандық экономика мен сауда саласында қалдырған жаралары әлі жазылмаған еді. Артынша бізге жақын орналасқан географиялық аумақта басталған Ресей-Украина соғысының жойқын зардаптарына тап болдық. Энергетика сауда саласындағы азық-түлік бағасының шектен тыс өсуінен туындаған инфляция 60-70 жылдардың шыңына жету арқылы проблемаларды одан сайын арттырды. Осы қиындықтарға қарсы тиімді күресудің жолдарын іздеп жүрген кезде қоршаудағы Палестина жерінде басталған қақтығыстар жүрегімізді жаралады. Бүгінге дейін Израильдің Газаға жасаған шабуылдарының 34 күнін артта қалдырдық. Израиль тарапынан айуандықпен өлтірілген 11 мыңға жуық газалықтың 73% әйелдер мен балалар. Батыс елдерінің толық қолдауына ие болған Израиль әкімшілігі адамзат құндылықтарын толық ескермей, мектептерді, мешіттерді, шіркеулерді, ауруханаларды, университеттерді және азаматтар тұратын елді мекендерді бомбалауын жалғастырып, кез келген адами құндылықтың бәрін бұзды. Біз тіпті балаларды өлтіруді заңдастыратын фанатизммен бетпе-бет келіп отырмыз. Ылғида адам құқықтары мен бостандықтарын, демократияны сөз ететін батыс елдері Израильдің қырғындарын алыстан бақылап отыр. Бұл елдер мен ұйымдардың дәрменсіздігі соншалық балалар өлтірушілерді сынау былай тұрсын атысты тоқтатуға да шақыра алмайды. Қасиетті кітабымыз Құран кәрімді ой еркіндігін сылтауратып өртеп жатқандарға көз жұма қарағандар бүгінде Палестинаның туын көтергендерге шыдамдылық танытпай отыр. 7 қазаннан бері біздің куә болғанымыз 200-ліктің мысалының өте көптігі. Осы оқиғалар бізге мұсылман ретінде бірлігімізді нығайту керек екендігін тағы бір рет көрсетіп отыр. Біз гуманитарлық атысты тоқтатуды қамтамасыз ету үшін және қақтығыстың таралуының алдын алу үшін дипломатиялық бастамаларымызды жалғастырамыз. Аймаққа гуманитарлық көмек жеткізу үшін қарқынды жұмыс істеп жатқандарымызды да айтамын. Бүгінге дейін мысырлық бауырларымыздың қолдауымен Әл-Әриш әуежайына салмағы 230 тоннадан асатын 10 ұшақ гуманитарлық жүк жөнелттік. Аймаққа 2 азаматтық гуманитарлық кеме жіберу жұмысымызға дайындық жалғасуда. Жұбайымның қамқорлығымен мемлекет және үкімет басшыларының жұбайларының қатысуымен 15 қарашада Ыстанбұлда халықаралық кездесу өткізіледі. Осылайша Газадағы бауырларымыздың азабын жеңілдетуге байланысты жақсы күшті ынтымақтастық көрсетіледі. Қан төгісті тоқтату үшін біздің экономикалық ынтымақтастық ұйымымыз ретінде ұстанымымызды көрсету өте маңызды. Палестина мәселесін қорғауда даусымызды бірге көтеру біз үшін өте маңызды. Еске түсірейін, Шарли Эбдо оқиғасында 25 адам қаза тапты. Әлем көшбасшылары Парижде түгел бірге шеруге шықты.
Қазір 11.000 бала мен әйел өлтірілді. Kadın öldürüldü. Dünya sessiz. Әлем үнсіз. Başta Amerika. Америка бастап бүкіл батыс бір ауыздан үнсіз. Çocuk ve Әйелдер мен балалар. bunları her gün Оларды televizyonlarda әрқашан теледидардан көріп жүрміз. Burada Дәл осы жерде экономикалық ынтымақтастық ұйымы ретінде, hep birlikte бір ауыздан мұсылман ретінде sesimizi дауысымызды бүгін шығармасақ, çıkarmayacaksak, көтермесек, yükseltmeyeceksek, дауысымызды қай кезде шығарамыз? değerli kardeşlerim, Құрметті бауырларым, daha şeffaf, әлдеқайда ашық, әлдеқайда әділ, халықаралық экономикалық және қаржылық жүйеге бұрынғыдан да бетер мұқтажбыз. Türkiye olarak Түркия ретінде қазіргі халықаралық экономикалық жүйедегі бұл олқылықтарға қарсы халыққа бағытталған бастамаларымызды жалғастырып келеміз. sürdürüyoruz. 500 миллион халқы бар және жалпы табысы 1,5 триллион долларды құрайтын экономикалық ынтымақтастық ұйымымыздың бұл тұрғыда маңызды орны бар екені даусыз. Önemli bir konuma sahip. Bununla birlikte Дегенмен ұйымға мүше елдер арасындағы сауданың небәрі 85 миллиард долларға сәйкес келетіні ойландырады. düşündürücüdür. Bu rakamın Бұл сан bizlere бізге yakışmadığına сәйкес inanıyorum. келмейді деп ойлаймын. Ticaret Бірінші hacmimizin кезекте сауда көлемін 100 миллиард долларға жеткізу үшін барлық күш-жігерімізді арттыруымыз қажет. gayretlerimizi artırmalıyız. Саудадан энергетикаға дейін, тасымалдау мен қоршаған орта мәселелерінде біз ынтымақтастығымызды, әлеуетімізді нығайтуға тиіспіз. 2025 жылға дейінгі стратегиялық құжатымыздың мақсаттарының бірі болып табылатын экономикалық ынтымақтастық ұйымының сауда келісімін күшіне енгізу керек. Өкінішке орай ол 20 жылдан бері орындалмай келеді. Yürürlüğe koymamız gerekiyor. İstanbul'da ev Экономикалық ынтымақтастық ұйымының барлық мүшелерінің қатысуымен бұл ұйымды барлығына тиімді ету үшін Стамбулда орналасқан сауда және инвестициялық банк осы мақсатқа қызмет етеді. hizmet edecektir. Turizm ve seyahat Туризм sektöründe de және саяхат саласындағы ынтымақтастығымызды да нығайтуымыз керек. Turizm bakanlarımızca Бұл мәселелер қазан айында туризм министрлері өткізген жиында кеңінен қарастырылды. şekilde ele alın. Кездесуде экономикалық ынтымақтастық ұйымының 2025 жылға арналған туристік астанасы ретінде Эрзурумды таңдауға қолдау көрсеткенің үшін алғыс айтамын. Осы орайда сіздерді өркениеттердің тоғысындағы Эрзурумға шақырамын. Қымбатты достар, біз соңғы жылдары әсіресе біздің елде салынған күрделі энергетикалық инфрақұрылымның арқасында еліміздің де, қажет болса өңіріміздің де энергиямен қамтамасыз етілуінің қауіпсіздігіне елеулі үлес қосып келеміз. Экономикалық ынтымақтастық ұйымына мүше елдер ретінде біз бірлесіп атқаратын қадамдарымызда бұдан да көбірек рөл атқара аламыз. Fazla rol alabiliriz. Unutmayın. Ұмытпаңыз, күш бірліктен туады. Şiarlı. Enerji Энергетика саласында жаңа энергетикалық технологияларды және жаңартылатын энергия мен сутегі сияқты таза бастамаларды дамытуға бірлескен инвестицияларды ұлғайту тиімді болар еді. manada faydalı olacaktır. Tüm üyelerimizi Барлық мүшелерімізді Түркия қол қойған Бакуде құрылатын экономикалық ынтымақтастық ұйымының таза энергия орталығы шартына қол қоюға шақырамын. davet ediyorum. Çevre sorunlarının Жаһандық қауіп төндіру сипаты бар экологиялық мәселелерге қарсы бәріміз өз үлесімізді қосуымыз керек. yapması lazım. Ayrıca Сонымен қатар, жұбайымның жетекшілігімен біз 2017 жылы қалдықсыз бастаманы жүзеге асырған болатынбыз. Birleşmiş Milletler çatısı Біріккен altında ұлттар ұйымының қол астындағы жаһандық бастамаға айналған бұл жоба аясында біз жақында 1 қарашада еліміздегі жоғарғы деңгейдегі қалдықсыз консультативтік кеңесінің алғашқы ресми отырысын ұйымдастырдық. İlk resmi toplantısını tertipledik.
Bu girişimimize Бұл бастаманы destek vermeye алдағы devam уақытта да edeceğinize қолдайтындарыңызға сенемін. Değerli kardeşlerim, Қымбатты бауырлар, нарыққа көшу кезіндегі шығыс-батыс ортақ дәліз бастамасының құндылығы қазіргі дамумен салыстырғанда арта түсті. Біз баршамызға пайдалы дәлізді оның ілгерілеуіне сәйкес дамытуды жалғастыруымыз керек. Дәл сондай рухта біз Қарабақтан Ауғанстанға дейінгі ортақ географиямызға төнетін қиындықтарға қарсы сынақтарға төтеп беруіміз керек. Қарабақта 30 жылдан астам уақытқа созылған оккупацияның аяқталуымен аймағымыздағы тұрақты бейбітшілікке бір қадам жақындағанымызды көреміз. Арменияның Әзербайжан алдындағы міндеттемелерін орындауы осы процестерді жеңілдетеді. Сондай-ақ Әзербайжанның батыс аймақтары мен Нахчыванды тез арада байланыстыратын көлік желілерін құрудың стратегиялық маңызы зор. Біз Ауғанстанды тұрақтылық пен қауіпсіздікті орнату үшін экономикалық ынтымақтастық ұйымы ретінде бірлесіп жұмыс істеуіміз керек. Түркия ретінде жақында ғана Герат апатынан зардап шеккен ауған халқына көмек көрсетуді жалғастырып келеміз. Сейсенбі күні шамамен 510 тоннаға жуық азық-түлік, денсаулық сақтау, киім-кешек және басқа да қажетті керек дүниелерді тиеген мейірімді пойызымыз Ауғанстанға жол тартты. Алдағы уақытта да қиын қыстау кезеңдерде барша бауырларымызға қолдау көрсетуді жалғастырамыз. Экономикалық ынтымақтастық ұйымына бақылаушы мүше мемлекет Солтүстік Кипр Түрк Республикасының президенті Ерсін Татар мырзаның саммитімізге қатысуы кипрлік бауырларымызға қатысты әділетсіздік әрекеттеріне қарсы маңызды хабарлама болып табылады. Экономикалық ынтымақтастық ұйымының мүшелері ретінде әділетсіз қысымға ұшыраған және заңсыз әрекеттер арқылы оқшауланған кипрлік түріктердің дауыстарын жеткізуге бәріміз жауаптымыз. Осыған байланысты мен кипрлік түріктермен барлық салаларда қарым-қатынас орнатуға және дамытуға шақыратындығымды тағы да қайталаймын. Осы жолға қадам басқан барша бауырларыма алғыс айтамын. Алла тағала бірлігіміз бен ынтымағымызды мәңгі етсін деп тілеймін. Сөзімді осы ойлармен аяқтай отырып, сіздерге тағы да құрметпен сәлем жолдаймын. Рахмет. Hurmatli Erdogan janob olilari, Turkiya tomoni takliflari doimo amaliy ahamiyat bilan ajralib turadi. Sizning ko'p tomonlama sheriklikni faollashtirish borasidagi sa'y-harakatlaringizni albatta qo'llab-quvvatlaymiz.